Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов Шығыс Восход водный кенттеріндегі тұрғындармен екінші кездесуін өткізді. Бұған дейін де тұрғындармен кездесуде ұсыныстар мен талаптар ескеріліп, жұмыстар атқарылған болатын. Семейде 2023 жылы жалпы ұзындығы 55 км болатын 40 көше күрделі жөндеуден өтетін болады. Восход пен водный кентіндегі 11 көшеге жарықтандыру жүргізіледі. Восход және водный кенттерінде ұзындығы 70 км болатын 659 4 миллион теңгеге су құбырын желдері салу және смычка су қабылдағышынан Восток кентіне дейін 487,6 миллион теңгеге су құбырын жүргізу жобасы іске асырылады. Восточный кентінде Аютченко көшесіндегі кәріз желілерін Семей водоканалының сенімгерлік басқаруына бере отырып, қалалық әкімдік өз теңдеміне алады. Сондай-ақ Аютченко мен Целинный көшесіндегі су құбыры желілерін қайта жаңарту ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бізде шешуге болатын көптеген сұрақтар бар, бірақ бәрін ретке келтіру үшін уақыт қажет. Әкімдік тарапынан келіп түскен барлық сұрақтар, ескертулер, ұсыныстар талданады. Бірде-бір мәселе қараусыз қалмайды. Кездесу қорытындысы бойынша проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітіледі, деді өз сөзінде қала әкімі. Жайлы мектеп жобасына сәйкес 2023-2024 жылдарға 600 орындық орта мектеп салу жоспарланған. Құрылыс үшін ауданы 2,3 гектар жер учаскесі анықталып, сондай-ақ 2023 жылды жаз маусымында 12-34 мектептеріне жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қала әкімі Шығыс Восход водный кенттерінің тұрғындарының сауалдарын тыңдап жауап берді және жауапты мамандармен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Кездесуден кейін қала әкімі тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады.